біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз. Ерте кездерден бастап ақ қазақ халқы тобылғы бұтасына ерекше мән берген, әрі оны қасиетті деп те санаған. Сондықтан да оның тамырына балта шабуға болмайды деп есептеген. Өйткені тамыры қырқылған тобылғы жерден нәр алып өсе алмайды. Оны бәкімен кесіп, гүлін сілкілеп, тұқымын сүріп алатын болған. Тобылғы өскен жерге мал жаймаған, тіпті бей-берекет аяқпен басуға да рұқсат етпеген. Тобылғы өскен жерге ылғал мол болатын халқымыз байқап білген. Тобылғы шөпке жетеді, шөп көпке жетеді деген мәтел сонының айғағы. Тобылғының дәрілік қасиетінде халқымыз жоғары бағаланған. Қараған кен, тобылғы ем деген мәтел тобылғының емдік қасиетін аңғартып тұр. Тобылғының майын от жалына ұстап, ерітіп алып, жарақаттанған жерге, темірткіге қарсы пайдаланған. Тобылғы түтінінде ерекше қасиет бар. Тобылғы түтінінен микробтар мен бактериялар жойылады. Тобылғыдан түс шұқығыштар дайындалып, тіс арасындағы микробтарға қарсы пайдаланған. Тобылғы түтінмен сабаны, күбіні, торсықты ыстаған. Тобылғыдан түрлі бұйымдар жасаған. Тобылғы шыбығының түсіне қарап, халқымыз ауа райының қандай болатынын да болжаған. Мысалы, жауын шашын көп болатын маусымда тобылғы шыбығының түсі қоңыр, ал жауын шашын аз болатын маусымда оның түсі күлгін болады. Егерде мамыр айының алғашқы 10 күндігінде тобылғы шыбығының түсі қоңыр қызыл болса, жаз жаңбырлы, ал оның түсі күлгін болса, жаңбыр аз жауады деп топшылаған. Көрермендер, біліп жүремге жазыласыздар ма? Осы видеоға лайк басасыздар ма? Өтініш.